Бәріңізге сәлем. Сіздермен халық емі арнасы. Бүгін сіздерге қалампырдың тарихын және сіздер білмеген бірнеше емдік қасиеттерін атап өтетін боламын. Қалампырдың небәрі 2 бүршігін жесеңіз, сіздің ағзаңызда не болатынын білгіңіз келеді ме? Ол сіздің ас қорыту жүйеңізге қатысты ауруларды емдеп, ағзаңызды қалпына келтіріп, тіпті ісікпен күресуге көмектеседі. Бұл қалампырдың емдік қасиетінің бір кішкентай ғана бөлігі. Ары қарай бұл таңғажайып қасиеттерге бай дәмдеуішті қалай денсаулықты емдеу үшін тұтыну керегін білгіңіз келсе, бірінші каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен қалампырдың не екенін біліп алайық. Қалампыр Индонезиядағы Малукка аралындағы мәңгі жасыл ағашта өсетін хош иісті бүршіктер. Қалампыр әлемдегі ең сүйікті әрі танымал дәмдеуіштердің бірі. Қалампыр мен оның майы Қытай мен Үндістанда 2000 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келеді. Бүгінгі күні ұнтақталған немесе тұтас қалампырды кез келген ас үйден табуыңызға болады. Қалампырдың тұтас бүршіктері хош иісті әлде қайда ұзағырақ сақтайды. Қалампыр хош иісімен қатар өзінің емдік қасиеттерімен де өте танымал. Ол витаминдерге, минералдарға толы. Барлық осы тамаша компоненттер денсаулыққа көптеген пайда алып келеді. Қалампырдың құрамында минералдар темір, кальций, магний, фосфор, калий, цинк бар. Ал витаминдерден С, В6, В12, А, Е, Д және К. Ал енді назарыңызға күніне 2 ақ қалампырдың денсаулығыңызға тигізетін әсерлерін ұсынамын. Бірінші, ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ ол нәтиже береді. Екінші, тамаққа тәбетіңіз артпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнаңыз. Көп уақыт ұзамай тәбетіңіз ашылады. Емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жасайсыз. Үшінші, қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Төртінші, тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде, бадамша без қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез-ақ өте оңай жазылып шығасыз. Бесінші, қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді, бөртпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы және 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізесіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйып аласыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс болады. Алтыншы, буын ауруларында қалампыр маймен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағасыз. Сыртынан орап 5-10 минуттай тынығып жатуыңыз қажет. Жетінші, ал сізда оқ шығып, жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханадағы қымбат дәрілерге қарағанда әлде қайда пайдалы, әрі тез нәтиже береді. Сегізінші, қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Егер ақпарат пайдалы болып жатса, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыз, тезірек тіркеліп алыңыз. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Қалампыр иммундық жүйені нығайтады. Денедегі инфекциялармен күресуге көмектесетін, қандағы лейкоциттер санын көбейту арқылы қалампыр иммунитетті сақтаудың ең жақсы тәсілдерінің біріне айналады. Және оның барлығы осы дәмдеуіште көп болатын С витаминінің арқасында жүзеге асады. Соңғы кездері вирустың түрлері көбейіп барады. Сондықтан қалампыр әрдайым қалталарыңызда жүргені дұрыс. Тамақтарыңыз ауыра бастаған кезде 1-2 бүршіктің басына ажыратып, тіліңіздің астына салып қойыңыз.
сонда тамағыңыздың ауырғаны бірден кетеді. Қалампыр ас қорыту ауруларына көмектеседі. Қалампыр ас қорыту жүйесіндегі аурулар үшін қолданылады. Себебі ол ферменттердің өндірісін арттырады. Ол сонымен қатар газды кетіреді және жүрек айнуын азайтады. Асқазандағы аурулардан арылуға көмектеседі және іш қатудың алдын алады. Ас қорыту мәселелерімен күресудің ең жақсы жолы ұнтақ түрінде сақталған немесе балмен қуырылған қалампырды ішке қолдану. Қалампыр тіс ауруын басады. Егер дәрігерге барғанға дейін шыдамайтын болсаңыз, қақсаған тістің үстіне осы қалампырды үгітіп себуге болады. Бауыр ауруына көмектеседі. Бауыр организмнен токсиндер мен химиялық заттарды кетіреді. Сонымен қатар дәрілік заттардың сіңуіне көмектеседі. Қалампыр майындағы эвгенол бауыр қызметін жақсартады. Ол денедегі ауырсынуды және қабынуды азайтады. Эвгенол қалампырдың қабынуға қарсы қасиеттеріне жауап береді. Бас ауруына да қарсы осы дәмдеуішті қолдануға болады. Қалампыр шаштың өсуін тездетеді және шашқа ерекше жылтыр береді. Ол үшін бір кіші қасық иісті бұрышқа бір қасық корица және оған жарты қасық қалампыр ұнтағын қосып, 250 мл қайнаған ыстық суды 1 сағатқа қою қажет. Осы тұнбамен жуылған таза шашты шаюыңыз қажет. Шашыңыздың қалай жылтыр болып өскенін өзіңіз де байқайтын боласыз. Қанның ұюына көмектеседі. Қалампырдың құрамында қанның дұрыс ұюына қажетті К дәрумені бар. Бұл әсіресе К дәруменінің жетіспеушілігінен жиі қан кетуден зардап шегетіндер үшін өте пайдалы. Бірақ К дәруменін қоспас бұрын дәрігермен кеңесуіңіз қажет. Ескертетін жайт, қалампырды аяғы ауыр бала емізетін аналарға және 7-ге толмаған балаларға, жүрек тамыр жүйесінде ақауы бар адамдарға мүлде қолдануға болмайды. Қалампырдың бактерияға қарсы қасиеттері бар. Буэнос-Айрес университетінде қалампырдың ішек таяқшасы Е. коли және алтын стафилококк сияқты ауыр бактерияларға қарсы қасиеті сыналған. Зерттеулер қалампыр майының оларды бұзатынын анықтаған. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.